Өзімізге деген сенімді жоғалту арқылы көп қиыншылыққа тап болуымыз мүмкін. Бұл қиыншылықтар сабақтан, жұмыстан, тіпті достармен бірге өткізген қызықты сәттерден ләззат алуға кедергі жасайды. Осындай жағдайға тап болмас үшін өзіңізге сенімділікті қайтарудың жолдарын іздеңіз. Алғашқы қадамды төмендегі қанатты сөздерді оқудан бастауыңызға болады. Бір нәрсені бастау үшін ұлы адам болу міндетті емес, бірақ ұлы болғыңыз келсе, бастау сіздің парызыңыз. Өзгелердің пікірі сіз үшін шындыққа айналмауы тиіс. Жаратқанға сенім секілді, өзіңізге деген сенім де көп ғажайыптар жасай алады. Күмәнді шындықтан нанатын өтірік артық. Ұлы шешімнің бастамасы өзіңізге деген сенімділікте жатыр. Бойымыздағы сенімділік өзгелерге де сеніммен қарауға көмектеседі. Өзіңе артық жүк арқалайтын адам көп іс тындырады. Тапсырманы емес, оның шешімін көбірек ойлаңыз. Өзіңіздің бірегей екендігіңізді мойындаған кезде, өзгелердің бұл ойыңызбен келіспеске амалы болмайды. Өзіңізге деген көзқарасыңыз өзгелердің пікірін өзгертеді. Еш уақытта үнсіз қалмаңыз. Құрбанның рөлін сомдаудан аулақ болыңыз. Өміріңіз жай ғана қабылдай салудан құралмағаны жөн. Дәл қазір қолыңызда өмірдің қиын қыстау кезеңіне төтеп беруге көмектесетін дүниенің барлығы бар. Адамның ойы ұшқыр болатындықтан санаңызды ұлы ойлармен қоректендіріңіз. Өмірдің сізден не күтетіні туралы сұрамаңыз. Тек тірі жүру үшін ненің көмектесетінін біліңіз. Артынша сол іспен айналысыңыз. Өйткені әлемге, өмірге құштар адамдар керек. Өмірде тек өзіңізді түбегейлі өзгерте аласыз. Киім кірі жуса кетеді, көңіл кірі айтса кетеді. Көңілдегі құпияңды көзің айтып қояды. Көп сөйлеген күпілдеп сөзін айтып қояды. Біреу үшін мына әлемнің құлысың. Ол сен үшін ашпайды да уысын. Жүргеніңді, күлгеніңді көре алмай, кейде сені шаршатады туысың. Арамдық адамның ажарын бұзады. Ан тұрған халықтың базарын бұзады. Ұялмайтын бетке талмайтын жақ береді. Табыс ерте тұрған адамға келеді деп есептеледі. Жоқ, табыс жақсы көңіл күйде оянған адамға келеді. Кедей іше алмаған сүтті байдың байланып тұрған иті ішкен заман. Бай баю үшін тырысады, кедей кедейіне болысады. Мен жайлы сөз айтпас бұрын, сен мен жүрген жолмен жүріп көр. Жығылып қайтып тұрып көр. Түсінгің келсе сен мені, мен болып өмір сүріп көр. Халықтан биік тау жоқ. Халыққа қарсы шықса, биліктен артық жау жоқ. Билік халықтан ұлы емес, халық биліктің құлы емес. Менің бар арманым, билік халықпен, халық билікпен бірге болса екен. Сонда ғана алынбайтын қамал болмайды. Жау жағадан алмайды, дұшпан аяқтан шалмайды. Адамды ағайыннан айыратын өсек, сау адамды ауру қылатын сөз бен көз. Адамның түбіне жететін ұрлық, адамды қасиетінен айыратын өтірік. Адамды ақылынан айыратын көреалмаушылық. Елемеген адамның қаға берме қақпасын, жалбарынып жалынба, біліп тұрсаң ашпасын. Ол қақпаның артында надандықтың жүгі бар, кекірейткен кеудені тәкаппарлық түгі бар. Керек еткен адамдар уақыт саған табады, менсінбеген әрқашан намысыңнан қабады. Соза берме мойныңды, қарағанға төбеден, туар бір күн сағанда көрінетін өреден. Санасызбен санаспа, ақымақпен таласпа. Өзімшілмен теңеспе, өсекшімен кеңеспе. Өйткені түбі тесік қазанға қанша құйсаң да толмайды. Ақылы жоқ адамға қанша айтсаң да қонбайды. Жаман болып туылмайды ешпенде, нашар болып кетер мүмкін өскенде. Бірақ түбі бәрі мәлім болады, өмір өзі бет пердесін шешкенде. Егер бір адамды алдау қолыңнан келсе, ол оның ақымақтығынан емес, тек сен сияқты лайықсыз адамға шексіз сенгендігінен. Адамның көңілі бір атым насыбайдан қалады. Болмайтын нәрсеге ұрыспаңдар. Адамды жоғалту өте оңай.
Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бүгінгі нақыл сөздеріміз ұнаған болса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер.